Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен граноланың рецептімен бөлісетін боламын. Бұл пайдалы таңғы асты дайындау үшін бізге сұлы жармасы, тұз, бал, сары май және әртүрлі жаңғақтар қажет болады. Алдымен ыдысқа сұлы жармасын саламыз. Тұз қосамыз. Ерітілген сары майды құйып араластырамыз. Келесі кезекте бал қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Енді қызып тұрған 180 градустағы пешке салып 10 минут пісіреміз. 10 минут өткен соң пештен шығарып, араластырып, қайтадан 10 минутқа пешке саламыз. Тағы да 10 минутымыз өтті. Пештен шығарып, сәл қызарған жармаға жаңғақ пен кептірілген жемістерді саламыз. Менде бұл жерде грек жаңғағы, асқабақтың дәні, мейіз, өрік және клюква. Жаңғақтарды соңына таман салыңыздар. Ерте салсаңыздар күйіп кетуі мүмкін. Және де противенге пісіруге болады. Тек жақсы пергамент қағазын қолданыңыздар. Міне, граноламыз дайын болды. Таңғы асқа сүтпен, йогуртпен араластырып жесеңіздер болады. Толықтай суыған граноланы беті жабық ыдыста 2-3 апта сақтаңыздар. Видео пайдалы болса, лайк қойып, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар.